Осы тұста бізге жаттап алу керек нәрселер міне қараңыздар. For циклы ашылды және келесі жазылатын бізде мынау I деген айнымалы, осы циклдың негізгі айнымалысы. I деген айнымалыға иннан кейін тұрған сандар кезек-мезек түсіп отырады да I өзінің мәнін біртіндеп ауыстырып жұмыс істейді. Жаңағы эстафетада жүгірген сияқты I бірінші 1 деген санды алады да жүгіріп шығады. Сөйтеді да бүкіл командаларды орындап біткеннен кейін енді 2-ні алады да тура сол командаларды, кодтарды 2 үшін орындап шығады. 3 үшін, 4 үшін солай бүкіл мына жердегі сандарды бітіргеннен кейін бізде кодымыз, циклымыз аяқталады. If else конструкциясын қолданған кезде бізде байқасаңыздар қос нүкте бар еді. Қос нүкте бізде бүкіл осы Python тілінде оператор, көмекші циклдар немесе функция ашқан кезде барлық жерде өте маңызды қос нүкте қойылады және одан кейін осы циклға қатысты деген жолдардың барлығы мына табуляцияда жазылу керек. Мысалға мен келесі print I куб деп жазайын жанына, I квадрат және I куб. Қарасаңыздар, екеуі де циклға қатысты, сондықтан бізде мына жерде өте көп мәлімет шығады. Қараңыздар, 1-1-1-дің квадраты және 1-дің кубы. Мына екі амал да циклда болғандықтан осы екеуі де бүкіл сандар үшін жасалады. 4 2-ның квадраты, 8 2-ның кубы. 9 3-дің квадраты, 27 3-дің кубы. 16 4-дің квадраты, 64 4-дің кубы. Солай осы табуляцияның ішінде жазылған, міне алдындағы 30 туппен жазылған кодтың барлығы осы цикл форға қатысты болады. Және осы табуляция біткен жерде, мысалы мен мына жерде print бітті деп жазып қояйын. Мынау үшінші жазылған print бітті деген бізде табуляцияда жоқ, 30 туп жоқ бұның алдында. Сондықтан бұл қайта-қайта орындалмайды. Бұл соңында бір ғана рет шығатын, міне бітті деп соңында бір рет ғана шығып тұр. Енді мен осы жерде мына бітті дегенді циклдің ішіне кіргізетін болсам не болады? Қарасаңыздар, 1 деп 1-дің квадратын шығарады да артынша бітті деген тексті және шығарып береді. Себебі бұл циклдің ішіне кіріп кетті. Бұл да қайта-қайта орындалатын команда ретінде мына кодта жазылып тұр. Одан кейін 2-ның квадраты 4 шығады да тағы да бітті деген текст шығады. Қарасаңыздар, бұл жерде мына print амалы циклдің ішінде тұр. Сыртында тұрса, бір ғана рет соңында бітті деп шығады. Бұл цикл біткеннен кейін орындалатын бөлек операция. Циклға қатысы жоқ.